Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының жарияланғанына 2 жыл толуына орай жер-жерде түрлі мәні зор шаралар өткізілуде. Шыңғырлау ауданы орталығында ұйымдастырылған семинар-тренинг форматындағы форумға мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық келісім өкілдері және белсенді ауыл жастары қатысты. Форум барысында 2 жылда атқарылған шаралар талқыланып, алдағы жоспарлар нақтыланды. Аудандық мәдениет үйінде өткізілген форум жергілікті кітапханашылардың ұйымдастырған көрменің ашылу салтанатымен басталды. Көрмеге елбасы туралы жазылған кітаптар қойылып, еліміздің өткені мен бүгіні туралы ақпараттар берілді. Жастар жылы шеңберінде атқарылған іс-шаралар жоспары бекітілді. Бұл шарада әсіресе ауыл жастарының белсенділігі қуантады. Көптеген ойлар, көптеген жұмыстар жүзеге асқан туралы ақпараттар берілді. Алдағы уақытта осы жұмыстар өз жалғасын табатын болады. Жастар жағынан да үлкен үлестер, белестер болатын болады. Еркін алаңда ой тербеген қатысушылар мақаланың жарыққа шыққаны 2 жыл ішіндегі жұмыстарын талдап, қолға алынған жобалар туралы пікірлерін ортаға салды. Жасалатын жұмыстар жүйеленіп, бірнеше сарапшылардың ұтымды ұсыныстары тыңдалып, талқыланды. Бір сөзбен айтқанда, бұл жобалар жәрмеңкесі жақсы бастама болғаны анық. Шыңғырлаудағы тағы бір ерекшелік, аудан басшысы бастап, ұлттық аспабымыз домбыраны үйренуге ден қойылған. Домбыра үйрену жобасының сергіту сәтінде үйірме жетекшісі шеберлік сабағын өткізді. Мәдениет ордасының фойесінде аудандық саз мектебінің ұлт аспаптар оркестрі әсем әуен құшағында ойнаған күйлері қатысушылардың көңілін көкке көтергені рас. Өзінің пікір ойларын қағаз жүзінде жазып, таныстырдық. Болашақта бағдарлама жасадық. Соның өзі өте қызықты болып өтті. Форум барысында 5 топқа бөлінген команда мүшелері жобалар байқауынан көріністер көрсетіп, бағдарламалық мақаладағы маңызды тұстары туралы ой бөлісті. Жергілікті мекеме басшыларының көзіне іліккен бұл жобалар келешекте іс жүзінде жүзеге асатын болады. Алдағы уақытта енді өзіміздің жобалық офисімізде әрбір кіші бағдарламаға жауапты менеджерлермен осы бағытымызды бүгінгі 2 жылдықта талданған жұмыстарымызды айтқан жұмыстарымызды, ұсыныстарымызды әрі қарай жүйелеп жұмыстанатын боламыз. Қорыта айтқанда елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының жарияланғанына 2 жыл толуына арналған шара аудан басшыларынан бастап жастар өкілдеріне тың серпін, келелі істерге бағыт бергені анық. Лұқпан Елеу, Владислав Ишкеев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы, Шыңғырлау ауданынан.